тұқымды ешкі малын өсіріп, соны дәріптеп жүрген құрметті ағайын. Мына бүгінгі өткелі тұрған асыл тұқымды ешкілер көрмесі баршаңызға құтты болсын дегім келеді. Мына шынын айту керек, ел экономикасын дамыту жолында сіздердің кішкентай болса да өз үлестеріңізді қосып жүрсіздер. Оның ішінде мына асыл тұқымды ешкі малын көбейтіп, осыны дәріптеп жүрсіздер. Бұл сіздердің таза да адал еңбектеріңіз деп білеміз. Осы істеп отырған істеріңізден, кәсіптеріңізден береке табыңыздар. Осы мына қазақтың ешкісі осылай көбейіп, өсе берсін, өне берсін. Сіздер соны алға дәріптей беріңіздер. Енді бүгінгі шараға құрметті қонақ болып келгеннен кейін, мына үлкен той ғой, мерей той, мұнағы ешкілердің тойы, қазақтың осындай ата кәсібін осындай бар деп біз мына республикаға тарайтын журналымыз арқылы сіздерді насихаттаймыз. Ақтөбеде осы ешкі шаруашылығында жүрген азаматтар ұйымшыл екен, осылай жиі бас қосып тұрады екен, осындай көрме ұйымдастырып, өздерінің күштерімен өздері дәріптеп жатыр екен деп насихаттап айтып жүретін боламыз. Енді осы сіздің тойға құр қол келмей, осы істің басында жүрген, ұйымдастырып жүгіріп жүрген азаматтарға бір алып келген алғыс хатымыз бар. Соны тапсыруға рұқсат етіңіздер. Құрметті Жанабек Матығұлұлы, ел экономикасын дамыту жолында асыл тұқымды ешкі малын өсіріп, сонымен қатар асыл тұқымды ешкі көрмесін ұйымдастыруға қосқан елеулі үлесіңіз үшін сізге алғыс айтамыз. Алдағы уақытта атқарып жүрген ісіңізден береке табыңыз, ғұмыр жасыңыз ұзақ болсын, отбасыңызға аманшылық тілейміз. Және осы ортамызда тағы бір азамат бар. Ол сіздердің де қатарларыңызда осы ешкі тұқымын асылдандырып, сол дамытуға үлес қосып жүр. Және екінші жағынан біздің республикалық спорт жұлдыздары журналының тілшісі ретінде журналистика саласында да еңбек сіңіріп жүр. Өзі спортшы, ол Мәрен Орынбайұлы. Осы Мәреннің де еңбегі орасан зор. Мәренге де алғыстар. Тек биіктен көріне беріңіздер.